Армысыздар ағайын, тікелей эфирде күн тәртібі хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабұлы. Қадірменді студия қонақтары, хабарымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі күн тәртібі хабарын дипломмен ауылға бағдарламасына арнағалы отырмыз. Бұл бағдарлама 2009 жылдан бері елімізде жүзеге асып келеді. Осы уақыт ішінде қандай оң нәтижелер қалыптасты? Қандай осы бағдарламаны жүзеге асыру барысында түйткілдер де анықталып отыр? Жалпы бұл бағдарламаның алдағы болашағы қандай оң көрсеткіштер, оң нәтижелерді осы қалыптастырып отыр. Бүгінгі бағдарламамызда осы мәселелерді жан-жақты сараптап көреміз. Қазір біздің хабарымызға қатысатын спикерлерімізді таныстыра кетейін. Мағжан Советов, Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігінің өңірлерді талдау және жергілікті өзін-өзі басқару дамыту департаментінің бас сарапшысы. Сондай-ақ бізде қонақта Марғұлан Ермағанбетұлы, қоғамдық қор басшысы. Бізге Zoom арқылы байланысқа шығып тұрған спикерлеріміз бар. Жұлдыз Сүлейменова, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты. Тағы бір спикеріміз өңірден қосылып тұр. Әнел Құрманова, Павлодар облысы Ертіс аудандық ауруханасының терапевт дәрігер маманы. Сонымен талқылауымызды бастасақ, қазір ең алдымен жалпы осы бағдарлама, дипломмен ауылға бағдарламасы еліміз бойынша қалай жүзеге асып жатыр? Сол туралы дайындаған арнайы бір сюжетіміз бар еді. Қазір соны тамашалап алайық, содан кейін бірден талқылауымызды бастаймыз. Биыл елде 2800 жас маман дипломмен ауылға бағдарламасына қатыса алады, және олардың бәрі тұрғын үймен қамтамасыз етілмек. Осылай деген ұлттық экономика министрлігі жас мамандарға бюджеттік кредит беруге қазынадан 25 миллиард теңге бөлінетінін мәлімдеп отыр. Несие 15 жылға беріледі, максималды сомасы шамамен 10 миллион теңге. Басты талап ауылда кемінде 3 жыл жұмыс істеу керек. Бағдарлама басталған 15 жылда 114 мың маман 23 миллиард теңге көлемінде көтерме жәрдемақы, ал 52 мың маман 189 миллиард теңге сомасына бюджеттік кредит алған. Қолына диплом ұстап, ауылға барғандардың көбі, яғни 67% білім саласындағы мамандар. Жалпы бұл бағдарлама ауылдағы кадр тапшылығы проблемасын шешуге арналған. Негізгі мақсат денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қорғау, мәдениет, спорт, агроөнеркәсіптік кешен саласына, сондай-ақ жергілікті жерлердегі мемлекеттік басқару органдарына дипломды мамандарды тарту. Мемлекет қалаға емес, ауылға барып жұмыс жасаймын деген әр жас маманға әлеуметтік қолдау шараларын ұсынады. Яғни 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір жолғы көтерме жәрдемақы, тұрғын үй сатып алуға немесе салуға, аудан орталығында 2,5 мың айлық есептік көрсеткіш, ауылдық елді мекенде 2 мың айлық есептік көрсеткіш бюджеттік кредит беріледі. Сонымен талқылауымызды бастасақ, қазір мен алғашқы сұрақтарымды Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, бізге Zoom арқылы байланысқа шығып тұрған Жұлдыз Сүлейменова ханымға берейін деп тұрмын. Жұлдыз ханым, жалпы енді бұл бағдарламаның жүзеге асу барысына байланысты өзіңіздің пікіріңізді жеткізсеңіз, енді өңірлерді жиі аралайсыздар, және мамандар тапшылығы мәселесі, басқа да мәселелерді шешуге қаншалықты оң ықпал етіп жатыр? Жалпы бұл бағдарламаға мына қаражат бөлу мәселесі жылдан жылға көбейіп келе жатыр ма? Бағыты қандай? Сол туралы өзіңіздің пікіріңізді айтсаңыз. Рахмет. Дипломмен ауылға бағдарламасы 2009 жыл бастап алған. Осы уақыт ішінде 57% дипломмен ауылға барған мамандар ауылда тұрақты қалған. Ал 43% олар қалаға қайтып келген туралы ашық ақпарат көздерінде мәлімет бар. Жалпы менің ойымша дипломмен ауылға бағдарламасы жалпы ауылдағы ағайынға тапшы мамандықтар бойынша білім саласында, денсаулық сақтау саласында мамандарды қамтамасыз ету үшін жақсы бағдарлама. Бірақ жүзеге асыруында және бүгінгі таңдағы заманның өзгергеніне байланысты, еңбек нарығының жылдам өзгеруіне байланысты дегенмен ескірген механизмдері бар, соны қайта жөндеу қажет деп санаймын. Қандай мәселелер мысалға атап өтсеңіз? Бірінші, бүгінгі таңда аталған бағдарламаның ұлттық операторы бұл ұлттық экономика министрлігі. Бұл жерде тек қана денсаулық сақтау және білім саласының мамандары барады. Менің ойымша бұған агроном, инженер секілді ауыл шаруашылық мамандарын да қосу қажет болады. Бұл бір. Екінші, көтерме үстеме ақысы бұл 1000 айлық есептік көрсеткіш, ол 345 мың теңге. Шын айту керек, ол 100 айлық есептік көрсеткіш.
Бұл өте аз сома деп санаймын. Бұл өзі бір Сондықтан да реттік бұл қана ғой, иә? соманы, бір реттік, сондықтан да бұл соманы қайта қарау керек. Әрине. Тұрғын үйге байланысты ауылдық жерде қазір отбасы банкпен тұрғын үй салынып басталды. Бұл енді жақсы нәрсе. Бұдан 2-3 жыл бұрын, мысалы, мен көп ауылдарды аралаған кезде ауылдық жерде тұрғын үй салынбағанына байланысты біраз сұрақтар туындайтын. Өзіңізге белгілі, біз Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасында жалпы өте аса тапшы дәрігер мамандықтарына 1000 еселенген ең төменгі айлық жалақының көрсеткішіндегі бір реттік төлем енгіздік. Бұл 8.500.000 теңге деп енгіздік. Яғни дипломмен ауылға бағдарламасының аясында да осындай бір реттік көтерме үстеме ақының сомасын қайта қарау қажет деп санаймын. Сонан бөлек жалпы ұлттық экономика министрлігі, ғылым және жоғары білім министрлігімен бірлесе отырып, оқу ағарту министрлігімен бірлесе отырып, колледж, университеттерде қай ауданда, қай ауылда, өңірлер бөлінісінде қанша мамандық тапшы екендігін бөле отырып, жалпы целевой грант деген бар, сол грантты дипломмен ауылға бағыттап, балалардың кәдімгі ауылға бару траекториясына байланысты нақты ведомствоаралық жауапкершілік қажет деп санаймын. Бүгінгі таңда барып жатыр, бірақ олардың 43%-ның тұрақты қалмай жатуының өзінде мен ойымша проблема бар деп санаймын. Сонымен қатар енді қазір денсаулық сақтау бойынша аса тапшы дәрігер мамандықтарын біз басқа заңның аясында қарастырып жатырмыз ғой. Бұның барлығы жергілікті бюджеттің аясында маслихаттар қарастырады. Сәйкесінше мұғалімдердің де қажеттілігін шешіп қалдық. Енді жол жасайтын инженер, электрик, яғни ауылдың инфрақұрылымын қамтамасыз ететін азаматтар қажет болады. Сондықтан менің ойымша осы жерде біз шамалы мамандықтардың аясын кеңейтуіміз қажет. Инженер, су мамандықтары, мысалы, электрик мамандықтары. IT мамандарды да ауылға жіберуіміз керек қой. IT, сосын библиотекаға байланысты, яғни кітапханашы, әлеуметтік инфрақұрылым, әлеуметтік мамандықтарға байланысты кеңейтіп қарау керек. Әр ауылдың тыныс-тіршілігі әрқалай, әр ауылдың жағдайы әрқалай, соған байланысты кәдімгідей әрбір ауылға байланысты қарастыру керек. Қазір енді бізде ауыл ел бесігі деген бағдарлама бар. Ол бағдарламаның ішінде мен мысалы ол бағдарламамен қанша ауылдық жерде мектептер күрделі жөндеуден өтпеді, біз кезінде оңтүстікте соның бәрін қарайтында үлкен картасы бар. Соның аясында да мынау дипломмен ауылға бағдарламасы секілді бір аналитикалық шолу, зерттеу жасалуы қажет. 2009-дан бастап жүзеге асырылды, биыл 16 жылы былай қарағанда. Соған қатысты менің ойымша осы мәселені қарастыру қажет деп санаймын. Жақсы, енді қалай ойлайсыз, мысалға кейбір өңірлерде маман тапшылығы деген, әсіресе мына оңтүстік өңірлерде маман тапшылығы деген мәселе көбінесе шешіліп жатқандығы белгілі. Адам тығыздығы деген сияқты бар, және жұмыс табу мәселесіне байланысты мына бізде әсіресе маман тапшылығы мына солтүстік өңірлер, осы өңірлерге байланысты да бір өзгеріс керек сияқты осы бағытта. Бұған байланысты бір пікірлеріңіз бар ма? Өңірлердің аясында енді бұл жерде ауыл мәселесі ғой. Бүгінгі таңда өзіңіз білесіз, шекара маңындағы ауылдарға байланысты бізде мемлекет басшысының қолдауымен үлкен стратегиялық шешімдер қабылданды. Ол жерде ауылға барғаннан кейін жалпы ауылдың коэффициенті бар, қосылатын. Шекара маңындағы ауылдарға тағы коэффициент қосылады. Мұғалімдер үшін, мысалы, ауылда жұмыс жасаған ол тиімдірек, өйткені мұғалімдерге айлық жалақысы 30% қосылады ауылдық жерде, сонымен қатар жаңартылған білім мазмұнымен 25% қосылады, сонымен қатар өзінің аккредитациясы, аттестациясы бойынша да айлық жалақысы қосылады. Бүгінгі таңда ауылға барып жұмыс жасайтын мамандар үшін жалпы айлық жалақының тартымдылығы өсіп келеді. Бірақ бұл жердегі мәселе ауылдағы өмір стандарты қаладағы өмір стандартынан кәдімгідей орташа деңгейді біз қамтуымыз қажет. Ол жерде әлеуметтік инфрақұрылымдар болуы, осы жердегі ауылға барған мамандардың жалпы балаларының бала бақшамен, сапалы біліммен қамтамасыз етуде. Осындай бір мотивациялық сондай бағдарламаны қарастыру қажет деп санаймын. Мен енді біраз ауылдарға бардым, өзім Ақтөбе облысының, сонымен қатар Түркістан облыстарының ауылдарына аяқтай барған ауылдарым өте көп. Ол жерде енді өзім білім саласындағы, мысалы, мектептің күрделі жөндеуден өткізілуіне байланысты,
әрбір мектептегі бөлек мамандардың келуіне байланысты, шын айту керек, точно жұмыс жасадық. Ол кезде ұлттық экономика министрлігінің мамандарына көптен көп рахмет. Олар үлкен көмек көрсетті. Бірақ дегенмен қазіргі жастарды ауылға мотивациялау енді сәл қиындау. Өйткені буын өзгеріп келеді, жастар өзгеріп келеді. Және қазір бізде мынау гранттарға байланысты сәл сараптамалық, сондай аналитикалық өңірлер бөлінісіндегі мәселеде әлде де жеткіліксіз деп ойлаймын. Сараптама соған байланысты ауылға балалардың сол университетті бітіріп, сол мақсатты гранттың негізінде ауылға бару траекториясын тағы да жетілдіру қажет деп санаймын. Жақсы, мысалға енді осы ғылым министрлігі көбінесе осы мамандықтар атлас картасы дегенді жүзеге асырып жатыр ғой. Сол бағытта осы қандай мамандыққа қазір тапшылық бар, қандай мамандық қазір қажеттілік бар деген мәселелер бойынша әлі сонда толыққанды сараптама жүргізілмеген бе? Енді бұл өңірлердің жалпы бізде былтыр 78 мың грант бөлінді. Өзіңізге белгілі, осыдан 2 жыл бұрын мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Батыс Қазақстанда, оның ішінде Ақтауға 10 мың, 15 мың грантты игеруге байланысты тапсырма берген. Мен одан кейін сұрақ қойған едім, өйткені аталған гранттардың сапалы игерілуінде жаңағыдай министрлік тарапынан сол мәселенің сапалы орындалмауына байланысты сұрақ қойдым. Жалпы гранттар бөлініп жатыр. Гранттардың саны көбейіп жатыр. Бірақ мәселе сол грантпен білім алғаннан кейін жұмыс орны бар ма? Бұл жердегі жұмыс орны бұл еңбек министрлігінің Шынтуайтындағы мәселе. Және бізде 2023 жылы еңбек нарығын концепциясы қабылданды. Кез келген салалық министрлік, мысалы біз бүгін түске дейін су шаруашылығы министрлігінің үкімет сағатын тыңдадық. Сонда су шаруашылығы өзіне қажетті маманды өзі тапсырыс беру керек. Сәйкесінше ғылым жоғары білім министрлігі жыл сайын енді 70 мыңнан жоғары грант береді. Әрбір сала, ол жерде жол, су, оқу ағарту, денсаулық сақтау саласы өзінің саласына сәйкес мамандарына тапсырыс береді. Бірақ ендігі үлкен мәселе сол мамандардың, сол мамандықпен білім алғаннан кейін ауылға барып жұмыс жасауындағы траекторияны нақты сызып, сол жердегі ведомствоаралық өзара бірге іс-қимыл болу қажет. Үйлестіру жұмыстары болу керек дейсіз ғой. Бұл енді мысалы қазір біз су шаруашылығында проблеманы көріп тұрмыз. Жыл сайын бізде 3 мыңнан астам мамандарға тапшылық бар. Оның ішінде су инженері, немесе су ресурстарын басқару мамандары, гидроинженерлер, оларға және қазіргі таңда бұл саладағы айлық жалақының басқа коммуналдық саладағы айлық жалақыдан едәуір аз болуына байланысты жастар бармайды, немесе өзінің сол мықты мамандары кетіп жатыр, басқа салаларға. Өйткені гидроинженер ол басқа салада да инженер болып өзінің нанын таба алады, еңбек ете алады. Сәйкесінше біз бүгін министрлікке сұрақ қойған кезде министрлік айтты, мен алдағы 2 жылда айлық жалақының жақсы өсетіндігіне байланысты біраз заңнамалық шешімдерді қабылдадық бізбен бірге. Бірақ енді ғылым жоғары білім министрлігі бар, оқу ағарту министрлігі бар, сонымен қатар салалық министрлік және әкімдікпен бірлесе отырып өздеріне қажетті мамандарға қатысты өзара біріккен іс-қимыл жасау қажет. Жақсы, Жұлдыз ханым, сізге көп рахмет. Онда хабарымызды одан жалғастырайық. Мен келесі сұрақтарды Мағжан мырза өзіңізге қояйын. Сізден министрліктің өкілі ретінде тағы да толықтыра кетсеңіз, осы 2009 жылдан бері жүзеге асып жатқан осы бағдарлама бойынша қанша маман ауылға барды, қанша жұмысқа орналасты, олар мемлекеттен бөлінетін арнайы көмектерді қаншасы алды, жалпы осы бағдарламаның жүзеге асыру барысы туралы мәліметтермен бөліссеңіз. Армысыздар, жаңа да неден көрсеттіңіздер ғой. Оң нәтиже көрсетіп жатыр бұл бағдарлама 2009-дан бері қабылданғалы. Енді 50 мыңнан артық маман бюджеттік кредитпен үй алды. 185 жаңа өздеріңіз көрсеткендей 185, оның барлығы ашық порталда, және де біздің министрліктің сайтында да барлығы көрсетілген қаншасы. Көтерме көмек, әлеуметтік көмек 100 мыңнан артық адам көтерме әлеуметтік көмек алды. Енді қазір мына бекітілген республикалық бюджетте 2025-27, ол жерде 25 миллиард қарастырылған 2800 маманға. Бұл жылдағыдан көп сома ма, әлде аз ба? 2024-тің қорытындысы бойынша 29 миллиард бөлінген.
Бұл биыл азайыңқырап қапты ғой. 4 миллиардқа аз, иә. Иә. 4 миллиардқа аз. Неге? Ол енді оның жауап бере алмаймын сізге ол сұраққа. Жақсы. Иә. Жалпы енді мына жаңа мамандықтар мәселесіне байланысты айтылды, иә? Қазір заманауи қажетті мамандықтар бойынша. Әрине, бастапқы кезде бізде денсаулық сақтау саласына, сосын білім беру мекемелеріне мамандар қажет екендігі белгілі болды. Ауылға мамандар жіберу керек, жастарды жіберу керек деген бастамамен басталды ғой негізі. Ол енді нақты жүзеге асып жатқандығын қазір көріп жатырмыз. Бірақ ауылға басқа да мамандар керек қой. Мысалы, жаңа ауыл шаруашылығына қажетті мамандар, жаңа депутат ханым өте жақсы көтеріп кетті. Мысалға агроном болсын, басқа жаңа су мамандары болсын. Бұған қоса қазіргі заманның мамандығы IT саласы. Ол неге біз ауылда IT мамандар жұмыс істемеу керек? Ол жақтағы жастарды үйрету керек, жастарды осыған баулу керек деген сияқты. Сондықтан да бұның мамандықтардың ауқымын да кеңейту керек қазір енді. Бұлай осындай мәселе жиі көтеріліп жатыр. Бұл бағытта не істелейін деп жатыр? Сұрап отырған сұрағыңыз өте орынды. Жаңа депутат мырза да айтып кетті ғой. Шынында да жаңағы білім беру саласында оқу ағарту министрлігі, және жоғары ғылым білім министрлігі, және су саласында су министрлігі бар. Барлығы бір жаңағы ненің тізімін, мамандықтардың тізімін кеңейту керек ол жерде. Өздері ұсыну керек дейсіз ғой, әр министрлік. Ұсыну керек, әрине, иә. Сіздер оны енгізуге дайынсыздар. Иә, өйткені біз білмейміз ғой қандай маман неде салада әрбір министрліктің қандай маман тапшы екенін. Олар өздеріне әрбір жаңағы министрлікке өздеріне белгілі да бұл сұрақ. Әрине. Сондықтан да ондай ұсыныстар жасалатын болса, сіздер кіргізуге дайынсыздар оны, кеңейтуге. Әрине, оның барлығы министрліктермен бірге ақылдасып, жаңа депутат мырза да айтып кетті, әкімдіктермен, өйткені мына өтінім берген кезде әрбір қызмет алушы, жаңа жас дипломмен келген маман, ол жас ерекшелігі шектелмейді әрине. Бірақ көбінесе статистикаға жүгінетін болсақ, 18 бен 35-80%-дан артығы 18 бен 35 жастағы жас кісілер, жас мамандар жүгінеді. Нелерін кеңейтіп, сол жаңа айтып кеткендей, тізімді жергілікті атқарушы орган жаңа баспана маркет сайтында отырғызады, 90 сайын жаңартып отырады. Бірақ сол тізімді кеңейту бұл әрбір министрліктің өзінің құзыретінің шегінде жасалынады. Жақсы, енді 2009 жылдан бері жүзеге асып жатыр деп айтып жатырмыз ғой, жаңа бұл бағдарламаны. Енді жаңа депутат ханым өте жақсы атап өтті, мына көрсеткіштер, жаңа көмек берілетін көмектердің көрсеткіштері сол 2009 жыл белгіленген қаражаттар ғой енді. Біртіндеп енді мүмкін қосылып та жатқан шығар. Бірақ оның мөлшері қазір азайғандығы туралы жақсы мәселе көтеріліп жатыр. Шынымен 2009 жыл қандай, қазір міне 2025 жыл арада түрлі инфляциялар болды, түрлі жағдайлар болып жатыр, қаржылық мәселелер болып жатыр. Мысалға өзгерістер керек сияқты бұл қаржылық көмек жағдайына байланысты. Қазір өзі қанша мамандарға беріледі? Тағы да бір соған тоқталып өтіңізші. 2800 маман, 25-те. Соны енді қаншадан оларға қандай көмектер беріліп жатыр қазір? Соны атап өтіңізші. Жаңа бірыңғай 100 айлық есептік көрсеткіш, жаңа депутат мырза айтып кетті ғой, 100 айлық есептік көрсеткіш бір рет, 345 мың, сол бір реттік көмек. Бір реттік көмек, кейінгісі ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге барған мамандарға 2000 айлық көрсеткіш есеп. Жаңа енді айлық көрсеткіш есеп 3992 теңге ғой, соны көбейтсе сол сома шығады. Аудандық орталықтарға барған мамандарға 2,5 мың айлық есеп көрсеткіш. Бұны енді бұлай толықтай айтқан кезде қанша сома? Примерно 10 миллионға жетер-жетпес. Бұл ана өткендегі денсаулық сақтау мамандарына беріліп жатқан, әлде барлық мамандарға осылай беріліп жатыр? Жоқ, бұл үй алуға. Үй алуға беріледі. Бұл дипломмен ауылға, басты шарты баспанамен қамту ғой, мамандарды. Жақсы, ол ешқандай да ипотекасыз көмек ретінде беріледі ғой? Жоқ, 0,01%-бен. 0,01%-бен 15 жылға. Енді бұл өте жақсы жеңілдік қой, әрине. Осы ғой негізгі қазір жүзеге асып жатқан осы көмек, одан кейін енді жаңа ғана атап өтілгенде Аманат партиясы арқылы денсаулық сақтау саласының мамандарына қатысты әсіресе өте сирек мамандар бар ғой, сол мамандарға 8 миллионнан үстінде тағы да көмек беріліп жатқандығы. Осы енді нақты көмектер. Енді 345 мың теңге шынымен де қазіргі заманда ол жастарға бір үлкен мотивация беретін сома емес, шынын айтуымыз керек. Сондықтан да бұны өзгерту бағытында бір ұсыныстар бар ма енді? Алдағы уақытта жоспар бар ма? Бұны өзгерту бағытында ұсыныстарды жаңағы тағы да
қайталап айтайын, енді жалғыз бұл ұлттық экономика министрлігі шешпейді ғой. Бірақ координатор ұлттық экономика министрлігі болғанмен де, бұның ішінде барлық министрліктер қарау керек бұны. Нені жаңағы әлеуметтік еңбек министрлігі бар, бұл айлық есеп көрсеткіштер тоже, қаржы министрлігі бар. Менің ұсынымым сол, министрліктердің құзырет шегінде қарастыру керек бұны. Әрине, жан-жақты ақылдаса отырып, енді үкімет шешетін жұмыс қой. Өйткені бөлінетін ақша болғаннан кейін депутаттар тарапынан, қоғам тарапынан ұсыныстар болатын болса, бұны қарауға мүмкіндік бар дейсіз ғой. Әрине. Жақсы. Жақсы, онда ары қарай хабарымызды жалғастырайық. Марғұлан мырза, енді сізге де қоғамдық қордың басшысы ретінде сіз де өңірлерді жиі аралайсыз ғой. Жалпы енді осы дипломмен ауылға бағдарламасының ауылда жүзеге асып жатуына байланысты өзіңіздің пікіріңіз қандай, халық қандай пікір білдіріп жатыр, әсіресе жастардың пікірі қандай әлде болса жетілдіру керек бұл бағдарламаны, әлі қандай жақсы тұстары бар, қандай оң тұстары бар, қандай кемшін түйткілді тұстары бар, осыған тоқталсаңыз. Биліктің екі өкілі өз тарапынан жалпы позитив жағымен айта отыра, жаңа депутат ханымды біршама проблеманы айтып кетті. Айтты. Бірақ дегенмен жаңа депутатта өзі Ақтөбе мен Түркістанға бардым дейді ғой. Мен ойымша бұл дипломмен ауылға қатты мұқтаж өңірлер емес, бұл айтқан кезде. Оңтүстік өңірлер ме? Енді дипломмен ауылға ашығын айтқан кезде бұл мемлекеттік өңірлік саясаттың бір құралы ғой. Яғни бізде урбанизация Қазақстанда емес, әлемде жүріп жатыр ғой. Қазақстанда өте қарқынды жүріп жатыр. Яғни ауылдың халқының саны азайып жатыр, тіпті ауылдар қысқарып жатыр қазіргі кезде. Ол солтүстік өңірге қатысты мәселе ғой. Соны шешу жол ретінде бұл ұсынылған жоба ғой, 2009-дан бері келе жатыр. Енді мақсаты елді мекендерді жауып қалмау үшін, сол жердегі кадр болмаса ауыл жабылады ғой. Сол үшін жасалған болса да, бірақ біз кадрмен толтырып атқан жоқпыз, айналып келген кезде. Бізде, мысалы, дипломмен ауылға бізде унитарлы мемлекет қойыз ғой. Бүкіл қағида, бүкіл өңірлерге тиесілі бірде жүреді дегенмен, бізде географиялық ерекшеліктер бар және экономикалық ерекшеліктер бар. Мысалы, мен ойымша, халық тығыз орналасқан жерде, оны ашығын айтайық, оңтүстік өңірлерде, Қызылорда, Шымкент, Түркістан облысы, Жамбыл, Алматы облыстарында, тіпті кейбір шығыс Қазақстан болсын, басқа жерлерде бұл дипломмен ауылға қажет емес сияқты. Өйткені ол жақта кадр тапшылығы жоқ. Тапшылығы жоқ дейсіз. Ол жақта бір орынға, мысалы, білім саласы болсын, денсаулықта болсын, 10-20 адамда тұруы мүмкін. Кезекте тұр. Ал бізде мәселе қайда тұр? Бұл жаңағы солтүстік өңірлерде. Маман тапшы. Бізде кәсіби маман емес, жалпы кадр жоқ. Ол денсаулық болсын, басқа да болсын, жалпы көш үлкен жүріп жатыр. Мен ойымша болашақта жақсы сұрақ қойыңыз, неге бюджет төмендеп кетті екен? Бұл тұрғын қараған. Енді бұл жерде бізде ашығын айтып бюджетті біздің резиналы емес қой, созыла бермейді. Сондықтан приоритетті басқа жаққа беріп жатырық та, бұл жерде азайып ату мәселесі осы тұрғыда шығар. Бізде көбінесе қазір тапшылық байқалмай жатыр. Сол себептен географиялық басқа ерекшеліктерге байланысты сонда аймақтарға бөлініп жатқан шығар деп. Енді жаңа сіз қойған сұрақтарға қатысты да айтып кетейін. Енді біз өңірде жүрміз ғой. Біз көлікпен емес, ауылдың ішінде жаяуда жүріп қараймыз. Біз нарықтық экономикада өмір сүріп жатырмыз. Кезінде бұл әдістер совет үкіметтің кезінде де болған. Ел ішінде емес, тіпті республикалардың арасында жолдамасын береді, басқа республикаға кете береді деген. Қазір біз ондай романтика жоқ. Кезінде бамды да салып берген жастар. Қазір жастарды олай ынталандыра алмайсың. Жаңа сіз жақсы айттыңыз. Жаңағы 300 мың теңге ол бір рет берілетін ақша, ол ақша көмек емес. Ал екінші үлкен көмек бұл жаңа кредит үй алуға беретін. 0,1%-бен ол әрине жеңіл. Бірақ 7 миллион ауылдық жерлерде бірінші кезекте үйлер жоқ. Ол бағаға тіпті сатып алатын үйлер де болмауы мүмкін. Бізге керегі тысқары жатқан ауылдар ғой. Мысалы, шекаралық аймақтар бар. Жастарды сол жаққа тартуымыз керек. Бірақ ол жерде үй жоқ. Айналып келгенде. Сосын бұл жерде екінші жағы бар. Үй алуға беріледі және құрылысқа береді дейді. Қазір 7 миллионға үй сала алмаймыз. Біз өз-өзімізді алдып жатырмыз. Сондықтан көрсеткіштердің бәрін қайтадан қарау керек дейсіз ғой? Қарау керек.
Мен ойымша депутат та, министр өкілі де қарсы емес. Иә, әрине. Қаражатты көбейтуге болады. Иә. Бірақ біз енді көрпемізге көсілуіміз керек деген сияқты. Сол себепті мен ұсынысым, жалпы кадр тапшылығы жоқ елді мекендерден бұл бағдарламаны тоқтатқан дұрыс деп ойлаймын. Өте тапшы мамандықтар, енді бірінші кезекте ол жаңағы денсаулықпен, енді бюджеттік мекемелер ғой. Денсаулық, білім, жаңағы ауыл шаруашылық, басқа да, тіпті бұл жерде қазір мемлекет қызметкерлер де бар алады. Сол жерге жақсы мамандар тартуға мақсатында сол тапшы өңірлерді ғана қалдыру керек деп ойлаймын. Соған басымдық беру керек. Ол қандай? Арнайы сараптама жасап, қай өңірде маман тапшы, сол өңірлерге қарай бағыттау керек. Енді ол статистика бар ғой. Урбанизация қай жақтан көп кетіп жатыр ауылдың жерде. Міне сол жаққа кетуге, сол жаққа жіберу керек. Өйткені тапшылық жоқ жерге біз бере бергеннен оны артығымен неменеге бере береміз? Және де бұл қараңызшы, біз экономикалық эффекті жоқ қой. Бұл сол бір мынандай көрсеткіштер бар. Сол елдің азаматтары сол ауылға қайтып келіп жатыр өзінің туған жеріне. Бізге тапшылықты жоюымыз керек. Міне ұсыныс осы. Сосын екінші бір не бар? Енді ел арасында жүрген сын естіледі. Кейбір жерде жемқорлық фактілері де бар дейді. Яғни жастар ала алмайды бұны. Оған қазір арнайы тоқталамыз. Енді әрі қарай Мағжан мырза бір нақтылай кетейін. Міне осы мәселеге байланысты, өңірлерге қатысты депутат ханымға да мен бұл мәселені қойдым. Шынымен де мысалға осы маманы тапшы өңірлерге жіберу мәселесі. Және енді қаражат та өте керемет жылдан жылға азайып бара жатыр екен, Енді бұларда тиімді жұмсау деген мәселені енді қарау керек сияқты. Әрине бағдарлама жақсы. Алғашқы міне бірнеше жылдың ішінде өңірлердің көбін ауылдарды әсіресе мамандармен қамтыдық. Ол жақсы нәтиже. Енді әрі қарай бұны одан сайын тиімді ете түсу үшін енді мына өңірлерменен шынымен де өңірлік мәселелерге де назар аудару керек сияқты. Бұл уақытта сіздердің бір арнайы жоспарларыңыз бар ма? Бұны қарауға дайынсыздар ма? Қарауға дайынбыз, әрине. Бірақ бір жерде мынаны ескере кету керек. Ұлттық экономика министрлігі бұл қаражат бөлуші орган емес, бұл администратор, әкімшілік бюджеттік. Бұны қаражат бөлетін осы бағдарлама жүзеге асырушы ғой. Бағдарламаны жүзеге асырушы. Бірақ қаржының бөлінбеуін шешетін қаржы министрлігі бұл жерде. Бірақ енді сіздерге жаңағы осы өңірлер бойынша бөлу мәселесін айтып отырмын. Мүмкін бағдарламаны өзгерту керек шығар бір бағыттарын. Бұл бағытта не істеуге болады? Толықтай келсем Марғұлан мырзамен, сараптама жүргізу керек. Жаңа урбанизация, жаңа қандай өңірлерге қандай маман керектігін оңтүстік өңірлерде толықтай келсем. О жақта жаңа адам плотность дейді ғой население. Тығыз орналасқан. Адамдар тығыз орналасқан. Адамға өз тұруына да о жақта шешілді қазір көбінесе. О жақта адамның өмір сүруіне де қолайлы жағдайлар бар. Солтүстікпен салыстырған кезде ескеретін, былайша айтқан кезде ескеретін жағдайлар көп бұл жобаның аясында. Бұны алдағы уақытта өзгертіп осындай бағытқа қарай бұруға болады дейсіз ғой. Әрине. Дұрыс, жақсы. Енді қазір бізбен байланысқа Zoom арқылы шығып тұрған тағы бір спикеріміз бар, Анель ханым. Жаңа айтып отырғанымыздай, солтүстік өңірлерге барып, осы дипломмен ауылға бағдарламасыменен жұмыс істеп, сол жақта жұмыс атқарып жүрген маман. Анель ханым, енді сұрақ өзіңізге, жалпы бұл бағдарламаға байланысты сіздің өзіңіздің пікіріңіз қандай? Қалай өзіңіз осы өңірде қандай жұмыс атқарып жатырсыз? Сізге жергілікті әкімшілік тарапынан барлық көмектер берілді ме? Қолдау көрсетіліп жатыр ма? Жалпы енді өзіңіз сияқты жастарды сол ауылдарға, өңірлерге тарту үшін мотивация беретін тағы да қандай шаралар керек? Соған байланысты өзіңіздің пікіріңізді айтсаңыз. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Мен Құрманова Анель Ермұханқызы, терапевт инфекционист дәрігермін мамандығым бойынша. Қазіргі уақытта Павлодар облысы Ертіс ауданында терапевт дәрігер ретінде жұмыс жасап жатырмын. 2024 жылдың тамыз айында оңтүстіктен Алматы облысынан осы солтүстікке Павлодар облысына қоныс аударған болатынбыз. Ең бірінші келе сап осы бағдарлама бойынша, дипломмен ауылға бойынша көтерме үстемақыны алдық. Яғни тамыз айында біз бердік. Келген кезде бірден ала алмадық, енді бір ай ішінде қазан айында 2 айдан кейін алдық. Ол жаңағы 100 айлық есептік көрсеткіш. Ол кезде 369.200 теңге алдық. Ал екінші ол жаңағы үй. 5% кредит дейді ғой, пайызсыз үй мәселесі бойынша
әлі алған жоқпыз, бірақ та қарастырып жатырмыз. Бұл жерде жаңағы бірінші біздің проблемамыз шығып тұр, ол жаңағы үй мәселесі. Ауылда біз таба алмай жатырмыз. Осы қаражатқа сай келетін жақсы үй біріншіден. Бұл өңірге осы жылы көптеген мамандар келді. Тек қана дәрігерлер ғана емес, басқа да мәдениет, оқу білім саласында сол кісілер көп. Үй мәселесі аз. Бұл жақтағы халқы да оны біліп алған. Үйдің бағасын көтеріп жіберген. Былайша айтқанда. Иә, ондай да бар енді. Болады табуға әрине сол бюджетке сай. Бірақ та енді ол үйлер тұруға жарамсыз деп те айтуға болады. Саманнан салынған үйлер бағдарламаның өзінің жаңағы программасы бойынша келмейді. Иә. Кейін мысалы 3 жылдан кейін ол үйді сатып кетем десең де, ол үйлерді сата алмайсың. Сонда сіз өзіңіз ғана емес, сіз жолдасыңызбен бірге келдіңіз ғой, иә? Екеуіңіз де осы дипломмен ауылға бағдарламасымен келдіңіздер ме? Иә, менің жолдасым да ол кісі де жеке тәжірибе дәрігері, дәрігер, ол кісі екеуміз келдік, бір баламыз бар. Екеуміз де осы бір ауруханада жұмыс жасадық, ауруханада амбулаторияда жұмыс жасайды. Күніне өзі барып келіп тұрады, 30 шақырым жерге, ауылдарға аралап. Жақсы, енді сіздер осы Аманат партиясы шешкен тағы да үстемақы сіздерге беріле ме? Сіз ол списке кіре аласыздар ма сіздер? 8 миллион шамасында тағы да көмек беріліп жатыр ғой дәрігерлерге. Өте сирек кездесетін мамандықтар бойынша. Оған кіре аласыздар ма сіздер? Иә, біз негізі осы дипломмен ауылға бағдарламасын біз бірнеше жыл бойы қарастырып келген болатынбыз, бірақ та қай елді мекенді таңдаймыз, соны шешпеген болатынбыз. Осы жылы біз шешіп, осы аймақты таңдап, сол көтерме үстемақыны біз алдық. 8 миллион шамасындағы үстемақыны алдыңыздар. Ол екеуіңізге де берілді ме? Иә. Жақсы, енді бұл бағдарламаларға байланысты өзіңіздің пікіріңіз ары қарай жалғастыра беру керек пе? Тағы да қандай тетіктерді іске қосу керек жастарды тарту үшін? Мен жаңағы соңғы сөйлеген кісінің айтуына қосылмаймын, тек қана жаңағы оңтүстіктен алып тастап, басқа аудандарда ғана қалдыру керек дегенді. Мысалы, біз Алматы облысына көштік, бірақ та біз соңғы кезде жұмыс жасаған аудан, Алматы облысының ауданы, ол жақта да дәрігерлер жетіспейді. Әлі күнге дейін жетіспейді. Жетіспейтін жерлер бар. Ол жақ бізге қолайлы болды. Қалаға енді 3 сағат болса да жақын, туыстарға, жақындарға жақын жер. Ол жақтан шынымызды айтсақ көшкіміз келмеді, бірақ та енді оңтайлы үшін таңдадық. Ал бірақ та әлі де сол жақта әлі дәрігерлер жетіспейді. Сол үшін тек қана ол мұқтаж аудандар ғана емес, негізі ауылдарды қалдыру керек деп ойлаймын. Оңтүстік болсын, қай облыс болса да. Жақсы. Тағы да мотивациялық тетіктерге байланысты қандай ұсыныстарыңыз бар? Жастарды тарту үшін тағы да қандай жаңа бір тетіктерді іске қосуға болады? Жастарды тарту керек қой. Осы үстемақыны көтеру, именно дипломмен ауылға десек, ол 100 айлық есептік көрсеткіш менің ойымша аз. 200, 300. Сонда деңгейге көтерілсе дейсіз ғой? Солай көтерсе, енді. Жақсы. Иә, енді ары қарай енді 8. Жақсы. Байланыс өкінішке қарай үзіліп кетті. Деген ол уже білім денсаулық сақтау басқармасы. Жақсы. Рахмет. Көп рахмет. Шынымен де енді бұл бағдарламаға байланысты айтып отырмыз ғой, қалай жүзеге асып жатқандығы әрине міне ауыл жерлерде де түйткілдердің бар екені көрініп жатыр. Шынымен де міне жас мамандар барып отыр, бірақ өздеріне қажетті үйді таба алмай жатырмыз дейді. Мысалы, шынымен де бұл үлкен түйткілді мәселе. Өйткені енді маманға біріншіден баспана керек қой. Қаражат бөлініп тұр екен, қалталарында ақшалары бар, үйді сатып алайын десе, жерде де бағаны көтеріп жіберіпті. Мысалға, былай қарасаңыз, енді мемлекет арнайы бағдарлама жасап жатыр, бірақ
жергілікті жер керісінше түсініспеушілік енді тұрғындардың тарапынан да болуы мүмкін. Бұларда жергілікті әкімшіліктер белсенді жұмыс істеу керек сияқты. Өйткені мына жас мамандарға бұл бағаны реттеп беруге көмектесу керек. Өйткені енді жергілікті жердегі мәселелерді білмейді ғой. Мысалға, сондықтан да бұл уақытта да арнайы бір жұмыстар жүру керек сияқты. Бір ұсыныс бар мына жерде. Айтыңыз. Біз енді нарықтық талаппен өмір сүріп жатырмыз ғой. Әрине. Бұл жерде бағдарламаның мерзімі бар 3 жыл. 3 жыл істеуің керексің. Әрине, міндетті түрде Мен істеу керек. ойымша, үй бермес бұрын жаңағы аудан орталық басқа жерлерде коммуналды үйлер салған дұрыс шығар деп ойлаймын. Арнайы, Арнайы. 3 жыл тұрады. Мемлекет тарапынан, 3 жыл тұрады, содан кейін жаңағы босатып беріп кетеді, жоқ, 3 жылдан кейін кетіп қалуы мүмкін ғой. Бірақ бізде жаңағы оны сатып жібереді ғой, жоқ, үйді содан кейін берсе ма деген ой бар да. 3 жылдан кейін бірақ беру керек дейсіз бе сонда? Мүмкін, Енді өзі айтып тұр ғой, мен де кеткім келмеді дейді, өзінің туған жерінен айналып келген кезде. Бұл Алматы облысы, мен ойымша, кадр тапшылығы ол тысқары жатқан Райымбек келген сияқты болуы мүмкін. Бірақ ол Алматы облысының ондай тапшылығы жоқ. Міне барып атқан бәрі солтүстік өңірде денсаулық сақтау министрлігінің сайтына кірсе, сол жерде кадр тапшылығы бәрі солтүстік өңірде тұр. Жақсы, енді тағы да қандай жоспарлар бар осы бағдарламаға сәйкес? Оны ары қарай дамыту бағытында қандай тағы да жұмыстар жүзеге асады? Енді дипломмен ауылға жобасының басты мақсаты бұл кадр тапшылығын азайту ғой. Сондықтан бағана депутат мырзаның да осы жерде отырған спикерлердің де несімен пікірмен толықтай қосылам. Мына жаңағы тізімді, мамандықтардың тізімін кеңейту керек. Өйткені кейбір мамандықтарды ауылдарда қажетті шынында мамандықтар жетіспейді. Соған сай мамандықтардың тізімін кеңейту керек. Бұл әрбір министрлік өзі құзыреті шегінде қарастыру керек бұл тізімдерді. Мамандықтардың тізімін кеңейту керек. Екінші сұрақ, мәселе жаңағы айлық есептік көрсеткіш. Инфляцияның қазіргі көбейту деген мәселе. Оны да ұлттық экономика министрлігі жаңа басқа да министрліктермен, еңбек министрлігі, қаржы министрлігімен, оқу ағарту министрлігі, жаңағы барлық саладағы министрліктермен бірлесіп шешілетін шаруа. Сосын өңірлерге байланысты мәселені бір сараптама жасап қарау керек сияқты. Өйткені мына 2009 жылдан бері жүзеге асып жатқан енді жұмыстар бар ғой. Соған бір сараптама жасап, шынымен де мәселелері шешілген өңірлерден көрі әлде шешілмеген жаққа қарай қаражат жұмсап, немесе мамандар сол жаққа қарай жіберсе, бұл бағдарлама одан сайын тиімді бола түсетін еді. Сондықтан да бұл бағдарламаны әлі де болса жетілдіру бағытында жұмыстар қажет екендігі сөзсіз. Онда, қадірменді спикерлер, бүгінгі хабарымызға қатысып, осы тақырыпқа байланысты өз ой пікірлеріңізбен, ұсыныстарыңызбен бөліскендеріңіз үшін сіздерге барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Осымен қадірменді ағайын, біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Тікелей эфирде тізгіндеген Еркін Байғабұлұлы әрдайым ойымызды еркін және ашық айта білейік. Сау болыңыздар.